Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте қолжетімді, әрбір дүкеннен табылатын, өте оңай дайындалатын 8 түрлі хит пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл пирогтар сіздің дастарханыңыздың гүлі болатыны сөзсіз. Сәлем құрметті арулар, 8 түрлі хит пирогтың тестасын дайындайтын боламыз. Барлық пирогқа осы қамыр жарай береді. Ең алдымен ерітілген сары майымызды ыдысымызға құямыз және оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз, құмшекерімізді саламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз, яғни ұнымыз бен разрыхлителімізді араластырамыз. Ыдысымызға құйылған сары майымызды, жұмыртқамыз және құмшекерімізді вилканың көмегімен немесе қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ ингредиентімізді, ұнымызды салып, қолымызбенен жұмсақ етіп қамырлейміз достар. Артық ұн қоспаңыздар, артық ұн қосатын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Бізде жұмсақ қамыр пайда болады. Қамырымызды салафанға салып, холодильникке 15-20 минутқа қалдыратын боламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Зебра пирогын дайындайтын боламыз. Оған ең алдымен ыдысымызға творогымызды салып аламыз. Творогымыз майлы және қатты, тәтті болмауы қажет. Оның үстінен құмшекерімізді саламыз және де қаймағымызды саламыз. Қаймағымыз 20%-дан төмен болмауы қажет достар. Үстінен 2 жұмыртқамызды салатын боламыз және де крахмалымызды саламыз. 2 ас қасық крахмал салуымыз қажет. Картофельный крахмал болмайды, кукурузный крахмал салуымыз қажет. Үйіңізде блендер болса, блендермен ессеңіз болады. Блендер жоқ болса, миксермен айналдырсаңыздар болады. Бізде осындай сұйық масса шығуы қажет. Енді осыны 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне какаоны салатын боламыз. Менің қолданып жатқан какаом малайзийский какао. Осылай жақсылап барлығын араластырып аламыз. Енді қамырымызды ыдысымызға жаямыз. Формамыздың асты міндетті түрде алынатын болуы қажет. Өте ыңғайлы. Енді қамырымызды қолымызбенен осылай жайып шығатын боламыз. Енді дайын болған массамызды үлкен қасықпен, мен бұл жерде ағаш қасықты пайдаландым. Бір кезде ағын, екінші қара массамызды салып, араластыра отырып құюымыз қажет. Видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Массамызды құйып болғаннан соң шпажка немесе зубочистканы пайдалана отырып, осылай пирогымыздың бетіне узор салатын боламыз. 170-180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Осындай өте әдемі пирогымыз пісіп шықты. Йогуртовый пирогымызды дайындаймыз. Оған ең алдымен йогуртымызды алып, осылай живой деген йогуртты алдым, Foodmaster'дың. Ішінде начинкасы бар. Өзіңіз қалаған йогуртты алсаңыз болады. Йогуртыңыз сұйық болмау керек. Сол себепті осы живой деген йогуртты пайдалансаңыздар болады. Ыдысымызға йогуртымызды құйып алдық. Келесі оның үстінен қаймағымызды салатын боламыз. Қаймағымыз 20%-дан төмен болмауы қажет. Үстінен сгущенкамызды құятын боламыз.
узгушонкамызда сұйық болмауы қажет. Майлылығы 8-5% болса болады. Үстінен 2 жұмыртқамызды саламыз және 2 ас қасық крахмалымызды саламыз. Крахмалымыз кукурузный болу қажет. Жақсылап араластырамыз. Келесі қамырымызды формамызға осылай қолымызбенен жайып шығатын боламыз. Оның үстінен дайын болған массамызды құйып, 170-180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Бетіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі ягодыларды қойсаңыздар болады. Мен осылай шие қойдым бетіне, пирогымыз пісіп шықты. Карамельный пирогымызды дайындайтын боламыз. Ыдысымызға вареный узгушонкамызды саламыз. Узгушонкамыз сұйық болмауы қажет. Майлылығы 8-5% узгушонканы алыңыздар. Үстінен 2 жұмыртқамызды саламыз және де крахмалымызды салатын боламыз. Үстінен сливкиімізді құятын боламыз. Сливкиіміз 33%-дан төмен болмауы қажет. Әртүрлі сливкилерді қолдансаңыздар болады. 33%-дан жоғары болуы қажет. Миксерімізбенен жақсылап бір келкі масса болғанынша араластырып аламыз. Түрі осылай ашық қоңырғай түске енеді. Егер қою қоңыр қылғыңыз келетін болса, 1 шай қасық какаоны салсаңыз болады. Менде какао малайзийский. Осындай болып шығады. Енді ыдысымызға қамырымызды жайып шығамыз қолымызбенен. Дайын болған массамызды құятын боламыз және 170-180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Бөлме температурасында суытып, суығаннан соң холодильникке 4-5 сағатқа салып қоямыз. Бұл жерде асық ыстық жасап, мен 2-ақ сағатқа салып едім, ортасы әлі қатқан жоқ. Ортасы піспей қалған сұйық демеңіздер, холодильникте тұрғаннан соң начинкамыз өзінің формасын жақсы сақтайтын болады. Яблочно-меренговый пирогты жасайтын боламыз. Отқа төзімді ыдысымызды газымызге қойып, жай отта үстінен құмшекерімізді саламыз және майымызды салып араластырамыз. Құмшекеріміз ыдысымызға жабысып қалмау үшін осылай араластырып тұруымыз қажет. Және оның үстінен крахмалымызды 1 шай қасық корицамызды салып араластырамыз. Алдын ала алмамызды кубиктап турап алатын боламыз. Алмамызды салып 4-5 минуттай жай отта ұстайтын боламыз. Алмамыздың соғы шыққанынша. Жақсылап араластырамыз. 5 минуттан соң суытып қоятын боламыз. Алмамыз суығанынша біз меренгамызды дайындаймыз. Жұмыртқамыздың ақ уызын сары уызымыздан бөліп аламыз. Ақ уызымызға сары уызымыз түсіп қатпауы керек. Және ыдысымыз құрғақ, таза болу қажет. Құмшекерімізді кішкене бөліктен сала отырып, миксерменен жақсылап әппақ көбік болғанынша миксерлеп шығамыз. Бұл жерде маған 5 минуттай уақытым кетті миксерлегенге. Жұмыртқамыздың ақ уызы өзінің формасын сақтап тұрғанынша, осылай әппақ болып шыққанынша миксерлейміз. Мінекей осылай болып тұруы қажет. Енді ыдысымызға қамырымызды жайып аламыз.
үстінен алмалы массамызды салатын боламыз. 170 градус пешімізде 15 минут ыстайтын боламыз. 15 минуттан соң шығарып, алдын ала дайындалған ақуызымызды бетінен құятын боламыз. Осылай лопаткамыздың көмегімен жайып шығамыз, және осылай форма жасап шығамыз лопатаның көмегімен. Пешімізге 3-4 минутқа салатын боламыз. Ақуызымыздың беті сарғайып піскенінше. Мінекей біздің алмалы меренговый пирогымыз пісіп шықты. Осымен достар, біздің пирогтарымыз дайын. Осы пирогтарды сатып, табыс көзіне айналдырсаңыздар да болады. Барлықтарыңызға ас болсын, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.